Осы көйлектің мына именно мойын жағы маған қатты ұнады. Етек жағын басқаша қылсам да, мойын жағын дәл осындай қылып көрейік. Етек жағы осындай фасонмен болады. Бұл 9 жасар қызға тігіп жатқан көйлек. Сіздер өз киімдеріңізді алып тіге бересіздер. Ол үшін қолтық ойынтысынан мойынға дейін өлшеп аласыз. Бізде 22 сантиметр. Және осы қолтық ойынтысынан беріге қарай 5 сантиметр жүргізесіздер. Жаңағы 22 сантиметріңізді жоғары қарап түп-түзу қылып сызып аласыз. Міне мына қара 5 сантиметр. Өткендегі видеодағыдай төртбұрышты қылып сызып аласыз ең әуелі. Әркімде әртүрлі болады. Қолтық ойынтысынан мойынға дейін өлшеп көріңіздер. Дәл осылай сызып аласыздар. Бірақ бұны кескен кезде былай овальны қылып кесесіздер, қыздар. Төртбұрышты қылып кесіп қойып жүрмеңіздер. Мына ручка жазылмай қалғанша. Төмен қарап 6 сантиметрдей түсіреміз. Егер сіз үлкен адамға, яғни өзіңізге тігетін болсаңыз, төмен қарап 9-10 сантиметр түсіресіз. Дәл осы фасон мынау 9-8 жасқа арналады. Ал осыны сіз үлкендеу адамға тіккіңіз келсе, жаңағы футболкасын размермен алыңыз, немесе кішкентай футболканы мына қолтық жағынан, боковой тігісінен бері қарап 4 сантиметр, 5 сантиметр жылтырыңыз. Міне, мен где-то 10 сантиметрге деп есептеп тігетін болсам, 4 сантиметр беріге қолтық ойындысын және жан тігісін беріге жылжытамын. Мен өскелең қылып тігемін деп шештім, қыздар, өйткені менің қызым дәл қазір көйлек тігетін. Көйлек кимейді. Ол да шорт, шалбар сондайлар киеді тек қана. Мынау мысалы үшін 10-11 жасар қыз киюге болады, пішім уже. Алды жағы дайын. Дәл осылай арқа бөлігін бастырып тігіп аласыздар. Міне арты мен алдыңғы бөлігі. Екінші баландарды қосу үшін міне бір жағы түп-түзу, қыздар, екінші жағынан 15 сантиметр ені, 15 сантиметр ұзындығынан қосып отырасыздар. Екінші бөлікте үшінші бөлігі ғана 20 сантиметр қостым, және оның да ұзындығы 20 сантиметр болды. Ең әуелі киімді осылай қайырып аласыздар, жаңағы баламды. Сосын бүрме жүргізетін жібіңізді осылай тігіп аласыз. Мінекей. Енді бұл жіптің алдыңғы немесе артыңғы жібін тартыңқырап, міне дәл осылай бүрмеңізді жасап алыңыз. Егер бүрмем көп болсын десеңіз, 15 сантиметрін артыға қосыңыз қаласаңыз. Мына өзі воздушный мата, қазіргі хит болып жатқан жылтыр воздушный маталар ғой. Сол үшін мен бүрмесін аз аламын. Мінекей осылай болады. Инелермен фиксация жасап алғаннан кейін міндетті түрде машинамен жүргізіп аламыз. Мінекей, қыздар. Егер әр баланың ұзындығын түсінбеген болсаңыз, мына суретке қарасаңыздар болады.